Иманғали Ахилбай, Рэй Анкет, Фуджейра Мастерс. D4, D5, AC3, ATF6, PLF4, Jobava London жүйесі. C5, E3, CD, ED, A6, ATF3. AC6 ат негізгі орталыққа келді. E6 алдық. Енді мына пілге көңіл аударыңыздар. Бұл пілдің жағдайы онша емес деген ойдамын, себебі сарбаздар мына пілге кедергі жасап тұр. Ат A4 бірден осы жерге әсер етейін деп тұр. Мына C5-тегі торларды бақылауға алу. Піл D6, піл G3, рокировка және піл D3. Ештеңеден қорқып тұрған жоқ. Уәзір C7 және уәзір E2. Уәзір E2 мына аттың жағдайы мүлдем қызықтырмайды. Уәзір A5 шақ, және уәзір D2. Енді менде сұрақ туындайды. Бұл жерде әртүрлі неге мысалы мына атты алуға болмайды. Мына пілді аласыздар деген сияқты мәселе. Піл B4, C3, алдық. Сонымен мына піл әрине мына пілге қарағанда мықтырақ. Мына піл мына атқа қарағанда мықтырақ. 0.99. Қарлардың мына іс-әрекеттердің барлығы қаншалықты нашар екенін сіздер деген көріп тұрсыздар. Рэй Анкет кейбір мәселелер түсінбейді. Ат негізгі орталыққа келді. B3, алдық, және AC4. Және алдық. 0.08. Ақтардың да қарлардың да ешқандай басымдығы жоқ деп тұр. Бірақ Иманғалидің кәсіби деңгейі мүлдем басқаша, және бәрібір мына пілге көңіл аударыңыздар. Жалпы түсі бөлек пілдердің күресінде бір нәрсеге мән беру керек, ол мына өтетін сарбаздың белсенділігі, немесе мына пілдердің айырмашылығы деген сияқты. Патша D2. Рокировка керек емес, тек қана алға. Сарбаз негізгі орталыққа барды, алдық. Сонымен біздің артық сарбазымыз бар. Болашақта мына сарбаздың жағдайы онша емес, мынау барлығы бұл деген тек қана мына пілге кедергі жасайды. Тағы да бір ескертем, түсі бөлек пілдердің күресіндегі ең басты екі қағида бар. Бірінші қағида патшаға шабуыл жасау керек, екінші қағида өтетін сарбазды ұйымдастыру. Былай E1, былай G3. Бүкіл сарбаздарды қара түске орналастырды, өткені піл деген алға шықты. F8, піл D6, F6, тура E3, Филидорды есімізге түсіреміз. Үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екен. Патша F7, A5, өткені болашақта мына сарбазға келген кезде бірден осындай мүмкіндік болу керек. Алдық, өзіміздің мүмкін E4 деп болашақта жүремізде мына пілге шабуыл жасаймыз. Бұны есте сақтау керек. Патша E6, піл C5, патша D7, A4. Болашақта мысалы B5, CB, AB және A6 деген әрекет болады. Өйткені мына екі сарбазды тоқтатамыз да, бірақ мына сарбаз деген алға қарай ұмтылады. E8, B5 бірден алдық және A6. Жалпы Иманғали осы жоспарларды жақсы біледі. Не мат қою керек, не өтетін сарбазды ұйымдастыру керек. F5, A5, A7, A6, B6 және D5. Шын мәнінде ойын аяқталды осы жүрістерден кейін, себебі қарсылас пілінен айырылады. Алдық және тура E5. Алдық және уәзір A8. Қалғаннан аса қызық емес, өткені басымдық тым үлкен, және бұл жерде Иманғали енді халықаралық шебердің деңгейі бар. Барлық іс-әрекеттерді өте сауатты жасайды. Аса қараудың қажеті жоқ, өткені үлкен басымдық бар.